Бәріне сәлем, менің есімім Ибрахим болады. Бүгін біз адамның ең басты энергиялық көзінің бірі туралы сөйлесеміз. Бұл глюкоза. Глюкоза дегеніміз алты көміртекті қант, оның циклдық түрі бар, оның тік түрі бар. Жалпы ол бізге бәрібір қандай түрінде болса да. Жалпы бізде ең басты көмірсудың бір түрі ол глюкоза және энергияның бір түрі. Неге біз ең маңызды деп айтамыз? Өйткені бізде адамның ең маңызды органның бірісі және қанның бір былай айтсақ элементі тек қана глюкозаны қолданады. Жалпы глюкоза болмаса біз өмір сүре алмаймыз. Ол бізде бірінші эритроцит, екінші бізде ми. Осы екі орган, орган деп айта берейік, тек қана глюкозаны ғана қолдана алады. Бірақ ми кішкене бір түрлі жерлері бар. Бізде глюкоза болмаған кезде, былай қарасақ, біз тамақ жемеген кезде ми дейтін 50%, 50-ге 50 өте алады. 50-ге 50% глюкоза қолданады, және 50% майдан жасалынған энергияны қолданады. Бірақ осы екеуі тек қана глюкозаны қолдана алады. Жақсы. Ал біз глюкозаны былай қарап жіберейік та, қалай біздің организмге енетінін. Біздің глюкоза бірінші ауызға өтеді, біздің ауыз қуысы деп айтайық. Біз бір тәтті аскорбинканы жедік деп айтайық. Былайынан іш құрылысына өтті, біздің қарнымызға өтті, ішек қарындарға былайынан шықты деп айтайық. Сосын барып intestinum tenueге өтті деп айтайық. Intestinum tenueның бір несін қарайық, жазушасын. Энтероцитті. Энтероцитті қарайық. Осындай бізде тіктөртбұрышты жасуша. Сопақ несі бар, ядросы. Және бізде осындай актин филаменттен жасалынған, былай қарасақ несі бар, щеткасы бар деп айтайық. Бұл щетка бізде көбірек жаңағы глюкозаны сору үшін арналған. Енді осыны жақындатайық, үлкенірек кішкентай қылып қойыппын ғой. Енді бізде не істейді? Бізде осы жақта былайынан қарасақ, екі не бар деп айтайық, өткізгіш протеиндер. Бірінші ішке кіретін және сыртқа шығатын. Бізді глюкозаны ішке қарата өткізетін бізде SGLT. Бұл бізде sodium glucose транспортер. Содиум дегеніміз натрий, глюкоза дегеніміз глюкоза, транспортер. Осы транспортер бізде натрийін ішке қарата тартады. Натрий ішке қарата тартқанда өзен бірге тарту үшін бір глюкозаны қажет етеді. Сол арқылы бізде натрий плюс және глюкоза бізде қалады іште. Енді бізде көп тарта берсек, натрий көп болып кете береді. Натрий көп деп айтайық. Енді біз натрийін тарта алмаймыз, өйткені бізде натрий өте көп, және осы переносчик бізде жасамай қалады. Өйткені бізде градиент жоқ. Мына жақта көп болса, мына жақта көп болса, бізде ішек қарынмен қайтып шығып кетеді сыртқа глюкоза. Ол бізде болмау үшін біз натрийін азайту керекпіз. Натрий азайту үшін бізде натрий калий атипаза бар. 3 натрийін сыртқа лақтырады, 2 калийні ішке жібереді. Осы ішке қарата. Сыртқа қарата шығаратын зат. Жаттап алайық. 2 натрийді сыртқа, 3 калийні ішке алады. Осы натрий калий атипаза арқылы біз градиентті жасаймыз. Осы градиент арқылы бізде физикалық күшпен натрий ішке қарата біздің жасушаға тартылады. Біздің натрий жасушаға тартылса, біздің организміміз сондай ақылды, осыны өзі глюкозаны тарту үшін қолдана бастайды. Жақсы. Енді біздің біздің глюкозамыз қанның ішінде деп айтайық. Қанға түсті деп айтайық. Енді бізде глут дейтін тағы жасушаға өткізетін біздің переносчиктеріміз бар. Глут 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді. Жалпы мен оңай жаттау үшін осындай бір аналогия жасадым. Оның ең кім бірінші қажет етеді, ол 1, ең аз қажет ететін бұл 4. Неге өйтіп ойлаймын? Өйткені бірінші глут переносчигінде бізде ол эритроцитте болады, және де мидағы хематоэнцефалитикалық барьерада болады. Хематоэнцефалитическая барьера деп айтайық осылайынан. Жақсы. Екінші глут переносчик бізде
өзіміз бауырымызда болады және бета панкреаттың жасушаларында болады. Панкреат жасушаларында. Үшінші бізде мида болады. Мидың активитасы үлкен болған соң ол көп глюкоза бізден қажет етеді. Бірақ ол тек қана глюкозаға тәуелді емес. Ол басқа энергияны қолданады, бірақ энергияны көп қолданады. Глюкозаны көп қолданады. Сол үшін біз миды үшінші глут приносить қолданады. Миды жазайық. А төртінші біздің денедегі басқа жасушалар, например, там біздің бұлшықет жасушалары, бұлшықет, немесе біздің қандай жасуша есіңізге түседі, одан басқа сол бәрі жазса глут төртінші переносчикпен қолданады. Неге глут 4, неге глут 3, неге глут 2, неге глут 1 деп бөлінеді? Оның екі бөліну себептері бар. Біреуі бізде инсулинге сензитивті, а біреуі бізге инсулинге сензитивті емес, сензитивті. Және біз аффинита бойынша бөлеміз. Аффинита дегеніміз қаншалықты қатты жабысады. Аффинита 100 деп айтайық. Мысалға 100 бұл ең қатты жабысу деп айтайық. Қатты жабысу. Ал бір аффинита айтайық, ол дейтін бос. Мысалы, біздің бір энзимде аффинита 1 болатын болса, біз көп субстрат болғанымен, мысалға бір не салайық, осындай бір чашка, осы жақта толған қант деп айтайық та. И бізді қантты бөлетін бір энзим бар іште. Толған энзим және толған қант. Бірақ бізде аффинита 1 болғанның кесірінен ол жабысады да қайтып шығып кетеді. Өйткені бізде тартып тұрған күш жоқ оның. Ал аффинита бізде көп болатын болса 100, бізде бірақ қант болатын болса және бір энзим болатын болса, былай айтайық та, бір раствордың ішінде. Бұл бір-біріне жабысып қалады да, реакция 100% өтеді. Өйткені бізде аффинита өте көп, бір-біріне жабысып қалады және шыға алмайды. Соның кесірінен бізде аффинита өте маңызды рөлді ойнайды. Ал енді аффинита бойынша бөлейік не жақта. 1 мен 3-тің аффинитасы бірдей деп айтайық. Плюс-минус. Просто бұлай неге бөлінген маңыздылығы бойынша. Өйткені бізде эритроцит пен хематоэнцефалитикалық барьері, мысалға тағы да феталдық тін, осылар тек глюкоза өте қатты қажет етеді, соның кесірінен бізде 1 деп бөлдік, ал мынаны 3 деп бөлдік. Бірақ ол аффинитаға және инсулин сензитивтігіне байланысты емес. 2 бұл дейтін уже ненің кесірінен, аффинитаның кесірінен. Бізде бета жасушалары панкреаттың өте кішкентай аффинитасы бар. Бізде бета жасушалары панкреаттың нені сезу үшін глюкозаны, біздің глюкоза бір қалалған неден өту керек, концентрациядан. Осы концентрация көп болатын болса, мысалы бізде айтайық, неқта 1, неқта 100 миллимоль литрға деп айтайық та. Фантазия жай. Мынау бізде біздің бета панкреат жасушалары деп айтайық, орын аффинитасы өте төмен. Сонымен біз бета панкреаттық жасушаларды не істеу үшін, кішкене ұстау үшін, қолдану үшін бізде дейтін глюкозаның несі көп болу керек, концентрациясы. Мысалы 70-ке жету керек. Бізде 69 болатын болса, мысалы айтайық та, 69 өте көп. Бірақ бізде аффинитасы жетпей жатыр. Өйткені аффинита өте аз, бостап тұр, бізге көбірек керек. Сол үшін біз екіні сөйтіп бөлдік. Ол не үшін керек бізде онда аффинита? Мысалы бізге бір керекті реакцияларға керек. Мысалы инсулинді лақтыру сияқты. Өйткені бізде инсулинді шығаратын бета панкреаттық жасушалар. Жақсы. Ал 4, неге 4 болып бөліндік? Өйткені бізде 4-ші глут переносчик бізде инсулин сензитивті. Инсулин сензитивті. Жақсы, дұрыс жазып қойайын. Мысалы біздің бұлшықеттер неге инсулин сензитивті? Өйткені бізде специальный оған арналған рецепторлер бар. Ол рецепторлер көп болса глюкозаны алады, рецептор аз болса глюкозаны алмайды. Ол бәрі инсулинге тәуелді. Жақсы. Енді біз глут переносчикті сөйлестік. Жақсы. Мен осы видеоны 2 бөлікке бөлемін. Бірінші бөлікте қазір мен глюколиза жайлы өтемін. Ал екінші бөлігінде мен глюконеогенеза жайлы өтемін. Жалпы екеуі өте оңай. Былай қарасақ, екеуі бірдей реакция, өйткені біздің энзимнің 95% қайтып жасай алады реакцияларын. То есть, былай жасаса қайтып
Адан Б жасаса, Б-дан А жасайды, былайша айтқанда. Енді қазір біз глюколиза жайлы өтейік. Мына жаққа жазамын әдемісінен алфавитпен глюколиза. Жақсы, бізде глюколиза бастау үшін ең бірінші бізде глюкозаны активация жасау керек. Біздің глюкоза кәдімгі таза түрінде бізде активті емес. Біз оның таза түрінде қолдана алмаймыз көбінесе. Сол үшін біз бірінші глюкозаны аламыз. Глюкоза. Және глюкоза 6 фосфат жасаймыз. Бұлайна қысқартып жазайық. Глюкоза 6 фосфат. Глюкоза 6 фосфат жасаймыз. Енді бізде глюкоза активті, біз ары қарай қолдана аламыз. Оны бізден мысалға хексокиназ жасайды. Енді біз глюкоза 6 фосфатты басқа затқа аудару керекпіз. Неге өйтіп аударады, неге өтеді? Негізі ол қиын сұрақ. Біздің организміміз сөйтіп жасалынған, сөйтіп бізді жаратылғанымыз, сондаймыз өзіміз. Сол үшін сондай болады. Оны жаттау керек. Басқа да істей алмаймыз. Глюкоза 6 фосфат бізде мутаза арқылы, мутаза емес, изомераза, кешірім сұраймын. Фруктоза 6 фосфат алынады. Фруктоза 6 фосфат. Жақсы. Енді біз не істейміз? Бұл бізде изомераза жасайды. Изомераза. Енді фруктоза 6 фосфатты тағы да киназ арқылы біз фруктоза 1,6 бисфосфат қалдырамыз. Фруктоза 6 фосфат. Бізде бұл фруктокиназа болып аталады. Да, фосфофруктокиназа. Фосфофруктокиназа. Біз фруктоза 1,6 фосфат қалдырамыз, негізі бисфосфат жазамыз. Бұл енді біздің реакцияның ең біріншісі глюколизаның ең бірінші несі. Бұлайша айтқанда біз субстратты дайындап жатырық бөлуге. Бұл біздің реакцияның бірінші бөлігі. Мұны біз глюкозаны дайындау деп айтайық. Глюкозаны дайындау. Енді біз екінші бөлігіне өтеміз. Екінші бөлігі глюкозаны күйдіру. Екінші глюкозаны күйдіру деп айтайық. Глюкозаны күйдіру. Жақсы. Бізде фруктоза 1,6 бисфосфат бар. Фруктоза 1,6 бисфосфатты 1,6 бисфосфатты бөлеміз екіге. Мынандай бізде екі продукт шығады. Біріншісі бізде дихидроацетон фосфат. Дихидроацетон 3 фосфат. Фосфат. Екіншісі бізде алдегид, глицералдегид 3 фосфат. Бізде глицералдегид 3 фосфат. Жақсы. Бізде ары қарай реакция өту үшін, бізде өткені глюкозадан екі не шығады продукт. Біз бірақ қана продукт қолданамыз кейсін глюколизамыз. Біз тек глицералдегид 3 фосфатты қолданамыз. Сол үшін бізде изомераз арқылы дихидроацетон 3 фосфатты глицералдегид 3 фосфатқа аударамыз. Окей, біз аудардық. Енді бізде 2х деп айтайық. Бізде 2 шықты глицералдегид 3 фосфат. Енді глицералдегид 3 фосфатты күйдіреміз. Бірінші күйдіру процесі шықты. Бізде глицералдегид фосфат дехидрогеназа. Глицералдегид 3 фосфат дехидрогеназа. Былай жазылады, дехидрогеназа арқылы біз күйдіреміз. Ол күйдіргенде бізде 1,3 бисфосфоглицерат шығады. 1,3 бисфосфоглицерат. Бізде 1,3 бисфосфоглицерат шықты. Бірақ бізде глицералдегид 3 фосфат. Ол бізге не айтады? Бізде 1 фосфор болды неяқта. Неяқта уже 2 фосфор. Не болды? Ал бізде бір қызық зат шықты. Неге бізде күйдіру энергиялық бізге жақсы? Өткені біз АТП шығарамыз осыдан.
біз атп шығару процесі осыдан басталады. Бізде келеді атп емес, бізде мынау киназа емес, бізде бір далада жатқан бір фосфор келеді да осыны екінші фосфорға қосылады осы жаққа. Және неге күйдіру деп аталады? Өйткені бізде альдегидтен қышқыл шықты. Бізде глицеральдегидтен бізде глицерат шықты. Соның кесірінен бізде агент болады оксидативный. Бізде NAD плюстен NADH шығады. Сонымен глицеральдегид трифосфат дехидрогеназадан біз бір фосфор қосып жібереміз және NAD-ның редукциясы болады бізде. Жақсы, оны шықты бізде. Енді біз 1,3 бисфосфоглицераттан бірінші атпымызды аламыз. Бірінші атпымызды аламыз. Ол бізге не мағына береді? АДП-дан атп аламыз. Бізде бір фосфор кетіп қалады. Қай фосфор кетіп қалады? Бізде 3-ші позицияда фосфор кетті. Сол үшін бізде 3 фосфоглицерат шықты. Ал энзимнің аты қызықша, бірақ энзимнің аты фосфоглицерат киназа. Фосфоглицерат киназа. Мына реакция дефосфорилация реакциясы, бірақ бізде энзимнің аты фосфоглицерат киназа. Неге олай? Өйткені бізде осы гликолиза реакциясы тек былай ғана жүрмейді, үстіне қарата жүреді, қайтып глюкоз жасау. Соның кесірінен бізде аттар кейде сай келмейді өзінің процесіне, бірақ басқа процесті толықтай үйренсеңіз, мән береді сізге. Енді бізде 3 фосфоглицерат бар. Бізде бірінші 2 атп шықты. 2X атп. Өйткені бізде 2 глицеральдегид трифосфат. Мынада 2 шықты. Мынаяқтан 2 фосфор кетті ішке, және 2 NADH шықты бізде. Жақсы. 2 атп бар бізде, не қашадық? 2 атп. Келесі реакция бізде тағы да изомерация реакциясы, бірақ бізде тек қана фосфордың позициясы ауысады. Фосфордың позициясы ауысса, біздің энзимнің аты мутазамен бітеді. Мутаза дегеніміз сонымен фосфордың позициясы ауыстыратын энзимдер. Енді бізде 3-тен 2-ке өтті. Бізде 2 фосфоглицерат. Фосфоглицерат. Энзимнің аты фосфоглицерат мутаза. Мутаза жазалайық. Мутаза. Жақсы. Не істейміз? Енді бізде энолаза дейтін былай бір түрлі энзим энолаза. Сол үшін атын мен қызыл түспен жазайын. Энолаза. Тамаша. Енді біз энолаза арқылы су молекуласын шығарып жібереміз фосфоглицераттың. Біз су молекуласы шығып кетеді сыртқа. Сосын бізде не шығады? Фосфоэнойл пируват шығып тұр. Фосфоэнойл пируват. Бізде пируват шықты. Пируват біздің таныс молекуламыз. Біз пируватты көп көрдік. Енді біз таныс молекуланы шығарып жатырмыз. Жақсы. Енді біз соңғы реакцияларға жеттік деген сөз уже пируват бар болса. Енді бізде ең соңғы реакция, біз фосфоэнойл пируваттан пируват жасаймыз. Пируват. Енді осы реакцияда бізде фосфор бір жаққа жоғалды. Қалай жоғалды? Фосфордан бізде АДП шықты. АДП-дан атп шықты. Еще бізде 2X. Өткені бізде 2 глицеральдегид процеске ұшырады. Енді бізде дайын пируват тұр. Дайын пируватты біз пируват дехидрогеназа арқылы ацетилкоэнзим А-ға апарамыз. Ацетилкоэнзим А-ны Кребс циклысына өткіземіз. Мынаның редукциясын жасаймыз кофакторлердің. Сосын барып бізде электрондық тасымалда тізбеге басталады. Осы арқылы біз энергияны табамыз. Жақсы, бізде пируват дайын тұр. Енді эритроциттерде митохондрия болмағанның кесірінен біз АТП-ны басқаша шығара алмаймыз. Соның кесірінен бізде эритроциттер осы процесті ғана қолданады глюколизаны. Бір глюкозадан біз глюкоза фосфат жасаймыз. Фруктоза бір фосфат, фруктоза 1,6 бисфосфат. Күйдіреміз. Күйдіргеннен кейін бізде 4 АТП шығып тұр. 4 АТП. Мына кетірсек болады, өткенде 2, 4 АТП. Бірақ енді біз қарайық, неше АТП өзіміз құрттық. Бізде АТП-ны құрту тек қана ең басында болды. Біз глюкозадан 1,6 фруктоза бисфосфат шығардық. Фруктоза деп айтайық. 1,6 фруктоза бисфосфат жасадық. Бізде осыған 2 АТП қатысты өткені біз бірінші 6-шы позицияны біз фосфорилаз жасадық, және де бірінші позицияны фосфорилаз жасадық.
Сонымен бізде 2x ATP кетті. Және 2x ADP шықты. Енді 4 минус 2 деп, 4 минус 2, сонда 2 ATP. Сонымен біздің эритроциттер бір глюкозаны күйдіргеннен кейін 2 ATP-ны алады соңында. Тамаша емес пе? Сонымен енді біз 1 моль қант жесек, 1 моль ATP, 2 моль ATP шығарғанымызды түсіндік. Кетіре берем осыны. Және сізге айтуға ұмытып кетіппін. Бізде 2 ATP шығарылады, және де 2 редукталған кофактор шығарылады. 2 редукталған кофактор енді бізде эритроцитте емес, бірақ басқа жасушаларда жасалынса, 2 редукталған кофактор бірінші комплекске барып, электрон беріп, біздің немізді бастай алады. Электрондық тізбекті, электрондық тасымал тізбегін. Жақсы, енді бізде неяқта глюколизада 3 регуляциялық энзим бар. Энзим. Бірінші бізде ол хексокиназа. Екінші бізде 6 фрукто 1 киназа. Жаңа бізде 1,6 фруктоза бисфосфат шығаратын энзим. Үшінші бізде пируват киназа. Соңғы реакция жасайтын. Мынау бізде аллосториялық энзим, аллосторический. Зерттеулер өтті, қай энзим ең басты екенін қарады. Ал біз ең басты энзим осы 6 фрукто 1 киназа. Ең басты регуляциялық энзим. Осы энзим бізде реакция бола ма, болмай ма, осы ең басты шешуші. Ең басты регуляциялық энзим. Бұлайша оңай айтқанда, осы 3 энзим инсулинмен және глюкагонмен жасайды. Глюкагон көп болса бізде глюколиза азаяды, өйткені глюкагон бізде қантты көбейтеді организмде. Мына реакция бізде глюколиза біздің глюкозаны төмендетеді. Соң кесірінен бізде төмендеткен соң инсулин бізде индукция жасайды. Глюколизаны көбейтеді және мыналардың активациясын көбейтеді. Ал глюкагон бізде азайтады, инхибиция жасайды. Және глюкагон кесірінен бізде реакция төмендейді. Жалпы бізде глюколиза осымен бітеді. Видеоның астында сізге ссылканы қалдырып кетемін. Мынаның екінші бөлігінде біз глюконеогенезі туралы сөйлесеміз. Глюконеогенезі. Глюко дегеніміз глюкоза, нео деген жаңа, генеза синтездеу. Ал бәріне сау болыңыз.